Сіздерме құрметті менің каналыма кіріп жүрген қауым, бүгін біз сіздермен жеті нан, жеті шелпек пісіргіміз келіп тұр. Бүгін күн бейсенбі, сондықтан анда-санда бейсенбі күні жеті нан таратып жібергенді жөн көріп тұрамын. Жасым келгеннен кейін ба сондай таратып тұрғанды жөн көремін. Сондықтан бүгін керекті заттарды айтайын. Мен бір жұмыртқа қосамын. Сонан кейін мына 3 стакан ұн, оны електен өткізіп алдық. 1,5 стакан сүт, жылы сүт. Содан кейін кішкентай май қосып жіберем. 2 столовой ложка ма, 1 столовой ложка ма, 1 столовой қасық па. Содан кейін кішкентай шай қасықта бір не қосамыз? Тұз. Енді қазір араластыра жібереміз дағы. Енді сүтімізді қосайық. Ол сүтімізге жаңағы тұзымызды қосып жібереміз. Енді осыған ұндарымызды біртіндеп қаншаларын көреміз. Қазір қолмен араластырғанға дейін өсіп араластырып аламыз. Содан кейін барып қолмен көшеміз. 2 стакан салып көрейік. Әдемі шелпектер болады қазір. Дәмді. Кішкентай қант қосып жүрсе болады, бірақ мен қант қосқанды ұната бермеймін. Сондықтан қантсыз-ақ жасап көреміз. 5 стакан алайын деп жатыр. Оған кішкентай бір ас қасық майды қосып жібереміз. Қолға жабысып жүрсін. Енді бұны столға алып қалған несін қосамыз. Мынау 5 стакан ұн. Қамырларыңыз жұмсақ болу керек. Мынау 5 стаканы. 1 стаканда 160 грамм ұн болады екен. Сонда есептеңіз. 5 стакан алып тұр. Қанша екен? Қолға жабыспайтындай жағдайға жеткізу керек. Міне мынандай әдемі қолға жабыспайтын әдемі қамыр болды. Енді тындырып қою керек. Пакетке салып қазір көреміз. 1,5 сағат тұрады. Мына 5 стаканның жартысын ғана алды, сонда 4,5 стакан кетті деп есептеңіздер. Қазір 1,5 сағаттан қамырымыз бір жұмсақ әдемі қамыр болды. Енді қазір оны 7 бөлікке бөлуіміз керек. Сөйтіп жасап аулаға шығамыз да қазір. Аулаға таратып жібереміз. Аулада біздің көрші қолаң өте көп. Тиме. Міне енді жасап.
Мына силиконнан жасалған коврик сондай жақсы екен. Столым не болмайды. Бір әдемі екен. Енді томақтап шелпегімізді томақтап жібереміз да. Қайнап тұрған, қызып тұрған майға. Міне, көріңіздер, жеті шелпектің бәрін әдемілеп жайып қойдық. Табамыз қазір қызып тұр. Табамызға пісіріп аламыз. Соны пісірейін деп атқанда менің көмекшім келді. Кішкентай. Оны көріңіздер, анда-санда кеп тұрады. Шелпектерімізді әдемілеп пісіріп алайық. Мына шелпегіңіз жүректің несіндей болып қараңыз. Құтты жүрек сияқты болып қараңыз. Мына осылай мындай қойылған әдемі салфеткаларға салып. Міне жеті шелпегіміз, жеті нанымыз дайын болды. Қандай әдемі қып-қызыл орналасты. Көріңіз. Енді қазір жаңа дәрет алып бір-екі сүре оқып жібердім. Енді далаға шығып, аулаға үйге таратып жіберем. Алла қаласа. Сондықтан өстіп менің тәсіліммен жасай беріңіздер. Ұнатпаған жерлеріңіз болса айтыңыздар. Ұнатқан жерлеріңіз болса оны айтыңыздар. Лайк басыңыздар. Комментарий жазыңыздар. Арнама кіріп көріп қызықтай беріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.